Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге суретті картинаға или жаңағы фото альбомға қалай қою керек соны көрсетейін сұраныс бойынша. Мына бірінші Pixar'тан фоторамамызды скачать етіп алайық. Мысалы, мына жерде мысалы біз былайша жазсақ та болады, бірақ менде мындай шыға береді. Мінекей осы сияқты мына рамалар, фоторамалар. Осындай неше түрлі. Так. Қайсы сіздерге ұнайды? Мысалы, мына жердегі мынаған ұқсасты, мысалы үстінен бассақ, мынандай сияқты картиналар болса, астында соған ұқсайтын картиналар шығады, мінекей. Көрдіңіздер ме? Мен мысалы, онда мына біреуді скачать етіп алайын. Мінекей, мысалы, мына төбедегі үш бұрышты байқап тұрсыздар ма? Соны үш бұрышты басамыз. Мына жерде скачать изображение дегенді басамыз. Мінекей. Уже изображение скачано деп тұр. Көрдіңіздер ме? Мен қазір галереяға кіріп көрейін. Менің галереямда. Мінекей. Міне. Қазір уже шықты. Енді біз не істейміз? Pixar'қа барамыз. Pixar'ты көреміз. Pixar'тымыз. Міне. Pixar'ты тартып аласыздар. Неден? Play Market'тен, или App Store'дан тартып аласыздар. Мінекей Pixar'та да неше түрлі нәрселер бар. Бұны ішін бір кірсеңіздер шыққыңыз келмейді. Әр нәрсеңіз жасатып отырғанға. Енді мен мына жерде астында плюсик бар. Плюсикті басамын. Мінекей. Енді мынау тұр ғой, мына жерде не бар? Пустая дегенді. Соны басамыз. И мынау астындағы мыналарды жылжытқанда добавить фото деген тұр, мінекей. Соны басамыз. Добавить фотоны басып, бірінші мен фотомды алып алам. Өзімнің фотомды. Осы жерде мен кейін тағы көрсетем, сол фотоларды қалай жасау керек екен. Мінекей. Мына бір фотомды алайын. Или бұны емес, мынаны алайын. Сөйтіп, мына төбедегі добавить деген тұр. Добавитті басасыздар. Содан кейін мінекей. Енді осыны сәл үлкейтеміз. Мен бұны кәдімгі галереядан скринмен алған тұғым. Содан кейін мына төбедегі птичканы басасыздар. Көрдіңіздер ме? Енді мен тағы да фото добавить етіп, жаңағы картинамды, альбомымды. Мінекей, мынаны басамыз үстінен. И тағы да төбесіндегі птичка добавить деген тұр, мінекей. Соны басамыз. Мінекей, енді мынаны бұлай үлкейтеміз. Мінекей. Енді мына жерде мен прозрачныймен көріп алам. Мына жерде прозрачный астында. Бүйтіп неғанда, мінекей. Астында сурет қалай тұр, соны көрем. Маған суретті сәл үлкейту керек. Мынаны шығара тұрам. Мынаны аламын да. Мынаны сәл арғай тарту керек. Так, мынаны үстінен. Жоқ. Бұлай емес. Так. Мына жерде өзін жүмеде сохранить етіліп қойыпты ма жерде уже. Назадты ниетті жасамыз. Бұлай жасаймыз қайттан фотомызды. Қайтадан фотомызды.
аламыз. Бұл жерде біз бүйтеміз, негізі мынаған ұрамыз. Алдында былайша бола беретін еді, ондай сразу шыға беретін еді. Қазір болмай қалыпты. Қазір мінекей. Енді добавить етеміз фотомызды. Менің өшті заказдарым ғой. Так, мынаны добавить етеміз төбесін. Енді мынаны біз былай істейміз. Былай туралап алайықшы осыны. Мінекей. Енді мынаны сәл үлкейтеміз. Сәл үлкейтеміз да былай қиғашта қояйық. Енді добавить, мына плюсикті басамыз да добавить фотоны. Жаңағы картинамызды аламыз. Одан кейін үстінен добавитті басамыз. Добавитті басқан соң мынау мінекей келді. Енді бұны бүйтіп үлкейтеміз. Прозрачныйға қараймыз. Суретіміз қалай кеп тұр. Есінязы былай кішірейтеміз. Суретті туралап. Мінекей. Былай жылыштап көре береміз. Бізге қалай ыңғайлы. Өстіп қоямыз да. Енді жаңағыдай өздеріңіз туралай бересіздер. Мен главный нелерді көрсеттім. Енді мен мына өшіргішті төбедегі мінекей ластикті и астындағы ластикті түртем. Енді осыны сәл жіңішкертем да мынаны былай өшірем. Жаңағыдай ашам. Мына жерде негізі мен бүйтуім керек негізі. Мінекей. Мына жерден бүйтсем болады. Мына үшін прозрачныйды қайттан өшіруім керек, бүйтіп жабуым керек. Көрдіңіздер ме? Енді ластикті басамын. И мына жердегі астындағы мынаны басамын. Енді суретті аша берсем болады. Мінекей. Аямай былай аша береміз. Қорықпай. Мінекей. Өстіп ашып қоямыз. Енді қайтадан мына астындағы мына екінші вернут деген тұрады. Соны басамыз. Сөйтіп мынаусын сәл бітінеміз. Бізге шашырап тұрғаны керек та. Бүйтеміз. Жан жақтары шашырып, және де прозрачный болып тұрғаны жақсы бізге. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Өстіп суретті осылай жасай бересіздер. Мына жаңағы жіңішкертіп қойып, мына шет жақтарын туралап алайық. Бәрін бүйтіп, гүлдеріміз бәрі анық көрініп тұрсын. Мінекей, рамаларымыз бәрі шеттері. Енді мінекей болдық. Енді осыны жаңағыдай қыламыз. Мінекей птичка төбесіндегі птичканы басамыз. Болды ғой, енді картинамыз болды, одан артық ештеңе не алмаймыз. Өзгертем десеңіздер, өздерің білесіздер. Так, енді мынау астында обрезать деген тұр ғой өзі. Мінекей, мынаның өзі, мына төбедегі птичканы басасыз. Бұл жерде жаңағыдай болып қалады екен де. Қайтадан нені басып, қайттан жасайтын болдық қой. Мен де есіме шығып қапты, біраз болыпты істемегеніме. Енді мінекей қайттан істей саламыз мақұл. Аямай ұра беріңіздер.
кейін қайтадан өшіріп сыртын неғыла бересіздер. Мінекей. Енді қайтадан мынаған шығамыз. Бұған келген кезде бүйтіп туралайсыздар. Мінекей. Абайлап істесеңіздер, үлкейтіп істесеңіздер де болады. Мінекей. Сонда анықтау болады бәрі. Мінекей. Болды. Ары қарай болмайды енді. Гүлімізді сәл шеттерін туралап қояйық. Мінекей, суретіміз дайын. Енді нені птичкамызды басамыз. Мінекей. Так. Ары қарай тағы да немізді басамыз. Птичкамызды басып. Так. Төбедегі неміз тұр ғой, міне. Стрелка. Соған жібереміз стрелкамызды. Мына жердегісін ұртайық. Мінекей. Мына астында готовы дегенді басасыздар. И потом тағы да готовый стрелкасы тұр ғой, соны басасыздар. Енді осы қазір біздің галереямызды көреміз. Галереямызға сохранить етілді. Мінекей, шықты. Міне суретіміз. Енді осыны өзіміз жаңағы изменить етіп, маны туралаймыз жан-жағын. Мінекей, өстіп, осын бұлай, мына шетін бұлай. Мындай не тұр ғой, мінекей. Менде сіздерге көрінбейді. Мындай туралайсыздар осындай. Несін? Мінекей өзі үлкейетті. Осылай нені жасайсыздар. Астындағы птичканы басасыздар. Төбедегі сохранить басасыздар. Енді мінекей суретіміз дайын. Енді осыдан шығамыз. Жаңағы назатты басып галереямызға қайттан кіреміз. Міне суретіміз дайын. Мінекей өздеріңіз жаңа көрдіңіздер, қалай картинка, қандай не жасағыларыңыз келеді. Осылай істей бересіздер. Инстаграмға жаңағы бір видеороликтеріңізге қоя берсеңіздер болады. Әртүрлі картинка или жаңағыдай картинканың төбесіне қойып былай прозрачный қылып та көрсетемін. Тағы да. Ал енді осы менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойсаңыздар, келесі видеоны оңай тауып аласыздар. Сәттілік сіздерге.